Ел боламын десең, бесігіңді түзе. Мұхтар Әуезов. Бесік киелі зат. Қазақ тілі мен әдебиеті, жоба авторы Бақбергенқызы Нұрай, мұғалімі Шалқарова Динара. Жобаға кіріспе, теориялық бөлім беті, бесіктің түрлері, зерттеу бөлімі, қорытынды. Егер сәбидің қол-аяғы бос жатса, ол шошынып, ұйқысы шала болады. Сәби мазасыз болады. Мазасыз бала анасының да психологиясына әсер береді. Бұл ана сүт арқылы сәбидің бойына беріліп, ол өскесін сабырсыздау болады. Сәбидің бесіктен алғанда ол керіліп, созылып, денесіне жаттығу жасалады. Бала рахаттанып қалады. Бесіктегі бала таза және жайлы жатады. Денесі құрғақ болып, анасының бесік жырын тыңдап өскен бала ұлтына, халқына деген сүйіспеншілігі оянады. Бесік атадан балаға мұра болып қалады. Төрінде бесік тұрса, төреде бас иеді, дейді біздің халық. Ал Бауыржан Момышұлы бесігі жоқ елден қорқамын деген екен. Талай батырлар мен ғалымдар бөленген тал бесігіміз әрбір қазақтың шаңырағында болса екен деймін.